Витебск қаласында өткен халықаралық эстрадалық ән орындаушылар Славян Базары 2015 байқауына қатысты. Гран-при жеңіп алып, 2 күн ішінде жас әнші 175 ұпай жинаған болатын. Димаш конкурс кезінде көрген қиындықтарында айтып берді. 3-ші күні концертке 1 сағат қалғанда мынадай бір оқиға болған. Ішіп жүрген суын гримеркада тастап 5 минутқа сыртқа шығып кеткенде суына біреу ұйықтататын дәрі қосып қойған. Ол суды ішкеннен кейін басы айналып өз-өзіне келе алмағанын айтып берді. Оған ұстазы Майра Дәулетбақ басына және қолына массаж жасап өзіне келуге көмектескен. Димаш қазақшадан басқа серб, итальян, француз, ағылшын, орыс, қытай тағы да басқа тілдерде ән орындайды. Қазір Димаш Қытайдың I'm Esine телебайқауына қатысып, сайыстың 1-ші күнінде Қазылар алқасы тарапынан ең жоғарғы ұпай жинап, жеңімпаз атанғанын бақ өкілдері жарыса айтқан болатын. 10-ші қаңтар күні Димаш Қытай көрерменінің алдына алғашқы рет шыққан соң жас әнші туралы Қытай баспасөзі жаза бастаған. Сайыс ережесі бойынша 1-ші күні 8 әншінің біреуі кетіп, 7-і қалады. Бір әнші жеңіс кубогын жеңіп алуы керек. Жеңіс кубогына 7 әншіні артта қалдырып, Димаш Құдайбергенов лайық деп танылды. Димаштың менеджері Алпамыс Шәрімовтың мәлімдеуінше, бір топ қытайлық фанат әншінің ана тілін түсіну үшін қазақ тілі курсына жазылған.